Баршаңызға сәлем. Бүгінгі тақырып статиндер. Статиндер дегеніміз бұлар холестеринді төмендететін препараттар. Холестерин негізі организмде көптеген қызметтерді атқарады. Олардың бастылары гормоналды препарат, стероидты гормондар бар, мужской, женский гормондар, солардың түзілуіне, Д3-дің түзілуіне, өт қышқылының түзілуіне. Холестерин даже мида да болады. Так, жасушалардың қабырғаларында өткізгіштік қамтамасыз етеді, яғни синтездар арқылы бізде жаңағы импульстар келеді ғой, солардың өтуін ары бері қамтамасыз етеді. Енді бұның холестерин түзілуінің себептері не? Ең бірінші, барлық аурудікі өздеріңіз білетіндей стресс. Қай аурудың болсында себебі не болады, неге бұлай болып жатыр деген кезде стресс деп айтсаңыздар жаңағы қателеспейсіздер, өйткені барлық ауру жаңағы мимен байланысты ғой негізі. Енді сіз миыңызды, жүрегіңіз шашытқан сайын ауру шыға береді. Екінші, дұрыс тамақтанбау, өттің толып кетуі, өт жаңағы қоюланып кетуі, бауырдың дұрыс жұмыс жасамау, бауырға үлкен жаңағы күш салуы, улы заттар барлық. Темекі шексеңізде ол бәрібір қанға өтеді, ол бауырға келеді. Мысалшы, майлы заттар, олар да по-любому шекке өткенмен қабырғасына соң қайтадан бауырға келеді. Бәрі бауырды қинайды ғой, былайша айтқанда. Сосын тағы бір себебі аш ішектен проблема болуы мүмкін. Холестерин тағы бір көтерілудің себебі бұл қан тамырлардағы қалай айтса болады, жарақаттар болуы мүмкін, проблемалар. Сол кезде организм төменгі низкой плотности холестеринді көтеруге тырысады. Холестерин негізі екіге бөлінеді, білесіздер. Низкой плотности и высокой плотности болып, атеросклерозды туындататын бұл төмен тығыздықтағы холестериндер, бұлар тамыр өзі болады, жан-жағында қабырғаларына жиналып бастайды. Қабырғаларына тұрып қалғандықтан тамыр тарылады, яғни сужение болады. Ол жерде тромб түзілуі мүмкін. Тромб түзілгеннен кейін тромб любой жерде жарылып кетуі мүмкін. Өкпеге барып шағырылса, адам жаңағы демаламай кетеді. Миға барып жарылса, мидың қызметін толық блокировать етеді. Жүрекке барып жарылса, в общем, тромбтың кесірінен инфаркт, инсульт бәрі болуы мүмкін. Статиндердің 4 поколениясы бар. Бірінші поколениясында симвастатин, екінші поколениясын ұмытып тұрмын. Үшіншісі, бірақ ол аптекаларда ол препараттар жоқ деймін, ол құраммен. Үшіншісі аторвастатин, төртіншісі розувастатин. Бізде аторвастатин мен розувастатин көп болады аптекаларда. Енді олар кейінгі шыққан поколения болғандықтан, яғни эффективтілігі жоғары, ал побочный эффектісі азырақ деп саналады. Розувастатин қанда 19 сағатқа дейін болады екен, сондықтан оның эффективтілігі аторвастатиннен қарағанда жоғары болып саналады. Холестеринді анықтаған кезде аш қарынға таңда қанның құрамынан анықтайды. Енді оны барлығын қанша болу керек, қаншалықты жоғары статиндық жаңағы препарат жазу керек па, жазбау керек па, оның бәрі тек дәрігердің проблемасы деуге болады. Дәрігер ғана анықтайды. Сіздер келген кезде, егер сіздерде препарат, мысалы, аторис жазып берді болмай қалса, сіз тек синонимін берсеңіз болады. Аторвастатин. И только сол дозада беріңіз. Аналогын сынбаңыз. Синоним деген білесіздер, бір группа, бір құрамы. Аторвастатин, аторис, екеуі бір группа, бір құрам. Аторвастатиннің аналогы бұл розувастатин. Екеуі бір группа, бірақ құрамдар бірдей емес. Сіздер ауыстырмаңыздар, өйткені бұлардың побочный эффектілері өте көп. Оның дозасында ауыстыруға болмайды. Уақыт жеді ғой, 5-6 жыл ішуі мүмкін. Сол кезде ғана жаңағы инфаркт, инсульттың алдын алуға 30% ғана жаңағы мүмкіндік береді. Бұл да бір қандай да болса жоғарғы процент, себебі бұрын адамдар бұндай препаратты болмаған, ішпеген. Біз айттық, холестерин қандай қызметін атқарады деп. Енді холестерин бұзылғаннан кейін қандай қызмет атқарса, солар бұзылады. Стероидты гормондар, женский, мужские половые гормоны тоже қандай да бір өзгеріске ұшырайды. Сондықтан побочный эффектілерін есте сақтаған кезде холестерин қызмет естеріңізге түсу керек. Д3
иммунитет түсуі мүмкін деген сияқты д3-дің жаңағы түзілуіне қатысады ғой. Одан кейін жүйкеде бізде өткізгішті қамтамасыз етеді. Нерв жүйке жүйесі. Мида да бар дедім холестерин, яғни ойлау қабілеті, есте сақтау қабілеті төмендейді. Побочный эффектілер болар. Коэнзимде мышечный слабость болады. Өйткені коэнзимнің де түзілуін бұзатын болады. Енді ең бірінші салмағы көп адамдарда негізі холестерин жоғарылайды. Сондықтан кеңес берген кезде салмақты кішкене нормализовать ететін. Енді бірден өтіп нетпейсіздер, сізге диета ұсынған шығар, холестерин жоғары кезде диета ұстайсыздар, еттен мүлде бас тартасыздар деген сияқты. Сосын клетчатка көбірек ішіңіз, растороп шашыңыз, имбирный чай ішіңіз. Имбирный чай да жақсы шығарады. Омега-3 соларды ұсынасыздар. Бауыр жолын реттейтін, өйткені көбінесе содан болады өзі. Бауырым май басып кеткендер деген сияқты. Добрата жағы омега-3 жүрек қан тамырларының стенкаларын нығайтады. Давлениені нормализовать етеді. Давление кезде де осы омега-3 тұсына берсеңіздер болады. Бауырдың чайы, өттің чайы деген сияқты. Одан кейін расторопша, овес, сосвеклой деген ұсынсаң. Статиндердің побочный эффектісінің бірі бұл әлсіздік. Мышечный бұлшық еттің әлсіздігі, өйткені бұлар коэнзимнің де түзілуін төмендетіп жібереді. Әйтеуір сол коэнзимді дұрыс түзілмейтін болады. Сондықтан комплексный витамин, супрадин комплексный витамин коэнзим 10 деген бар ғой. Соны ұсынсаңыздар да болады. Бұлардың болмайды. Бауыры недостаточность дейді ғой. Бауырдың жеткіліксіздігі, яғни қатты сар аурумен ауруы мүмкін деген сияқты. Сосын 18 жастан жоғарғы дейінгі балаларға болмайды. Беременный әйелдерге болмайды. Сосын көтергісі келетін әйелдер, балалы болғысы келетін ер адамдарға болмайды. 50 жастан жоғары ер адамдарға, 60 жастан жоғары әйел адамдарға ұсынылады статиндер. Бұл крайний емдеу шарасы. Айтып кеткендей, бала көтере алмай қалуы мүмкін. Ер адамдарда бедеулік болуы мүмкін. Сондықтан өзіміз ешқандай бұларға назначение бермейміз. Сосын бұл холестерин жоғарылауы, атеросклероз, бұл тұқым қуалайды. Сіздерге пайдалы болып деген ойдамын.